машинасы тұрақтауға ыңғайлы жер тапқан. Бірінші болып 747 нөмірлі Hyundai Tucson көзге түсті. Машинасы бірнеше минут бойы рұқсат етілмеген жерде тұрды. Жүргізушісі Земияқ өзі келді. Рұқсат етілмеген жерге неге тұрдыңыз, апа? Көлігіңізбен? Апас. Құжаттарыңыздан сұрамашы, апас. Бізде қазір қала бойынша рейд жүріп жатыр. Именно что сіз қараңыз, Усматовтың бар екенін білесіз, өзіңіз жүргізіп жүрсіз көлікті. Осы көліктің дәл алдында тұрған 777 крутой нөмірлі мына көлікті ережені пысқырар емес, бәрінің айтатын сылтауы бір, білмей қалдым. Сіз рұқсат етілмеген жерде неге тұрсыз? Ау. Сіз рұқсат етілмеген жерде неге тұрсыз? Ну, я только остановился поездить. Я не обратил внимания на знаки, там машины сзади стоят. Жергілікті полициямен бірлескен рейдте екі көлікке де хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Содан кейін сабақ алды ма, әйтеуір бұл жерде 1 минутта тұрмай бәрі кетті. Енді мына қызыққа қараңыз. 007 нөмірлі көлік. Жүргізуші елден ерекшеленіп, көлігінің терезесін қара пердемен жауып тастапты. Тіл көз өтеді деді ме, әйтеуір ішінде кім отырған білмейсің, өйткені жүзі анық көрінбейді. Тапа-тал түссе көлік терезелерін қараңғылатып, заңнан аттайтындай, бұл кім десек, орган қызметкер екен, өзі тергеуші. Бірақ тергеуші мырза өзін тергегенді ұнатпайды. Сәлематсыз ба? Тергеуші оңғар. Есіміңіз кім болды? Жәмила сіз? Жәмила олам, Қазақ сақтау телеарнасынан. Сөндіре ойсың мен, әсел мәнісін. Ал? Сөндіре ойшы деймін, қазір саған соғат. Сөндіре ойшы, 1 минут қасын айтам сізге. Тыңдаңыз, сіз біріншіден ремень неге тақпадыңыз, өзіңіз қызмет? Ремень тақып білетір просто. Жарайды, бізде бар ғой кадрде. Екіншіден, қандай нарушение? Тергеуші тамыр таныспен оңай құтылғысы келді, бірақ айы оңынан тумады, сабасына түсті, өйткені қырағы көз талапты бәріне бірдей қояды. 8 шанаудан 10 шанауын аралығында тас жолда қараңғылаты алдыңғы екі бүйір терезесіне қараңғылататын қара түсті пердеше татқан күйде